Көріңіздер және хабардар болыңыздар. Жылдан мәлімдеме тарады. Сәлемдер мен қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғаш қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. 8 наурызға орай бір қалада әлеуметтік төлемдер беріледі. Шымкентте 8 наурыз қарсаңында бір реттік әлеуметтік төлем беріледі. Қанша көп балалы бар? 2025 жылы 1 ақпанда мемлекет мәліметі бойынша Шымкенттегі көп балалылар саны 67741, оның ішінде алтын алқа, күміс алқа белгілерімен марапатталғандар 13805, көп балалы, яғни 4-5 баласы бар аналар саны 53936. Кімдерге әлеуметтік төлем беріледі? Шымкент қаласы мәслихатының шешіміне сәйкес 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне орай алтын және күміс алқа иелері, батыр ана атағын алған, бірінші және екінші дәрежелі ана даңқы ордендерімен монографталған аналарға 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде бір реттік әлеуметтік төлем жасалады. Бір реттік әлеуметтік төлем үшін көп балалылардың тізімі азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы базасынан алынады делінген хабарда. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауда жалғастырыңыз.